Ассаламу алейкум, құрметті қауым. Бүгін біз кванттық физика туралы сіз не айтасыз? Кванттық физика туралы айтатын тақырыптар, сабақтар көбейіп жатыр. Өздерінің кванттық физикадан неде жаңағы физика мамандығы бойынша білімі жоқ, бірақ кванттық физика туралы сөйлейтұғын, сабақ беретұғын адамдар көбейіп жатыр деген екен бір подписчигimiz. Сіз неге сабақ бермейсіз дейді осы кванттық физика бойынша. Әрине өте маңызды тақырып, маңызды сұрақ екен бізге қойылып отырғаны. Рахмет бұл кісіге, біздің подписчигimiz екен. Өте дұрыс, дер кезінде айтылған сұрақ болды. Біз кванттық физиканы әрине өтіп отырмыз, бірақ жабық чатта өтеміз. Біз өзіміздің сабақтарымызға байланысты өтеміз. Жалпы кеңістік халықтың, жалпылама халықтың кеңістігіне кванттық физиканы шығарғанмен оны түсінетұғын оқырман бар, түсінбейтін оқырман бар. Кванттық физиканы түсіну үшін әрине физиканы заңдылықтарын білу керек. Анау механикалық физика, классикалық физика, мына атомдық ядролық физика, кванттық физика деген өзі арнаулы тақырыптар, бөлімдер бар. Физика мамандығын игерген кісілер оны біледі. Физика факультетін бітірген біздің жаңағы мұғалімдеріміз бұны жақсы біледі. Өкінішке орай кванттық физиканы шындығында да физик мамандар емес, жалпылама физикадан да діннен де хабары жоқ, жалпылама білімі жоқ адамдарды айтып жүр осы кезеңдерде. Оның түп тамырын тереңнен түсінбейді, қандай заңдылық болып жатырған, қалай шығып, қалай ол қандай заңдылыққа бағынады. Оның бұдан хабары жоқ, тек қана бір россиялық немесе бір шетелдік бір жаңағы курстарға қатынаса да осы тақырыптардан жаңағы сөз қозғай береді. Солардың сөзін қазақшалап жаңағы айтып шыға береді. Енді бұл тақырыптарда сөз қозғау үшін әрине кванттық физика саласын білу керек. Кванттық физика деген не, соны білу керек. Классикалық физика менен кванттық физиканың айырмасын білу керек. Ньютон заңдары менен мына Бор постулаттарының, Эйнштейннің салыстырмалы теңдеуін, заңдылығын, атомдық ядролық физиканың дағы болып жатқан жаңағы заңдылықтарды, олардағы элементар бөлшектердің қозғалыс заңдылықтарын, қандай заңдылыққа бағынатынын, жарықтың таралу жылдамдығын, мынау космоэнергетикалық астрономиядағы сабағында өтетұғын астрономиядағы мынау космостық ғарыштық заңдылықтарды, Кеплер заңдылықтарын білу керек әрине. Оны білмей тұрып кванттық физикадан жаңағы сабақ беру деген бір өте бір айтар ауызға да бір ұят нәрсе екен. Әркім өзінің ісіменен айналысқан дұрыс деп тағы бір мәрте айтамын. Әркім өзінің мамандығын, өзінің жұмыс істейтін мамандығын, бір мамандықтың өзі иесі болса, сол мамандығын толыққанды игеріп алу керек қой. Сосын барып сол мамандығын игеріп, соның тереңіне түсінсе, содан сабақ берсе болар еді. Қазір қалеген адам жаңағы кванттық исчисление, кванттық физика, жаңағы тағы неді? Осы интернетте енді мен өзім көп қолданбаймын. Өзім 2020 жылы қосылғанмын интернетке. Жалпылама жаңағы энергетика заңдылықтарын, жаңағы космоэнергетика заңдылықтарын, биоэнергетика заңдылықтарын, физика заңдылықтарын білмей тұрып, кванттық физикадан сөз қозғауға, кванттық физиканы айтуға бұл көз ашық адам үшін бұл өте бір адам ұялатындық. Былайынша айтқанда не айтарымды білмей қалдым ғой. Бір
надандықтың белгісі десе де болады. Сол үшін әрбір адам өзінің жаңағы неме дейді, подписчик жинаймын, немесе ақшаны қалай табамын, ақшаны көп табамын деген мақсат қою емес қой. Мақсат подписчик жинауда немесе ақша табуда емес. Адам өзінің пайдалы, өзіндегі бар ілімді, білімді өзгелермен бөлісу, өзінің пайда көрген білімін, ілімін өзгелерге де ұсыну. Менің мақсатым мысалға осындай. Өзім қандай пайда көрдім, қайсы ілімден пайда көрдім, өмірімде қандай тәжірибе жүргіздім, қандай жаңағы сауапты істерді, жақсылық істерді атқардым, қандай тәжірибелер, зерттеулер жүргіздім, солардың нәтижесі қалай болды, қандай теориялық талдау жасадым, қандай эксперимент, зерттеу жүргіздім. Осы жұмыстарымның барлығын мен қорытындылап, 34 жылдық тәжірибені менен бөлісіп, осы 1 жылдан бері академия ашып, кең ауқымда сабақ жүргізіп отырмын. Өзімнің тәжірибеме негізделген, біліміме, іліміме, ғылымға негізделген сабақтарды ғана өтіп отырмын. Жалпылама кванттық исцеление, мен де ем-дом жасаймын. Кванттық исцеление болғанда оның өзінің жаңағы емдеу әдіс тәсілдері болады. Бұны мен 1990 жылы қолданғанмын. 1990 жылы маған сондай аяндар, информациялар, ақпараттар келіп, кванттық емдеу, кванттық сауықтыру, кванттық әдіс заңдылықтарды пайдалана отырып, биоэнергетика, космоэнергетика заңдылықтарын пайдалана отырып, ем жасау әдіс тәсілдері аян болды. Сол арқылы мен сеанстар жүргізу, ем-дом жасадым. Осы кезге дейін ол тақырыптарды зерделеп жүрмін. Осы кезге дейін де біз жаңағы айырым адамдарға осы ем-домды қолданып жүрміз. Жалпылама мынау біздің ғылыми білімдеріміздің даму процесі қазіргі кезде бар білімдерді жинақтап, өзіміздегі бар білімдегі, айналадағы білімдерді жинақтап, табиғатты танып, біліп, жаңа әдістерді ойлап тауып, бұл ойлап табатын әдістеріміз өзіміздің дінімізге, өзіміздің жаңағы болмысымызға, табиғатымызға қарама қайшы келмейтұғын дәрежеде болу керек. Табиғат құбылыстарын зерттеуде негізі бақылау, эксперимент, теориялық талдау әдістері қолданылады. Ал бұл әдістерді игеру қазіргі білім талаптарының бірі болып табылады. Ал жалпы физика, жалпы табиғат құбылыстарын зерттейтін ғылым ғой, бұны өздеріңіз жақсы білесіздер. Ал енді осы құбылыстарды сипаттайтын физикалық ұғымдар деген болады, физикалық шамалар болады. Оларды өзара байланыстыратын физикалық заңдар бар. Физикалық заңдарды сіздер өздеріңіз білесіздер, жаңағы физиканы мектеп курсынан. Енді ең көп адамдардың ұмытпай жүргендері Ньютон заңы, жаңағы Кулон заңы, бүкіл әлемдік тартылыс заңы, мысалы ол тоқ күші, жаңағы мына бор постулаттарына негізделген заңдылықтар бар. Ұлыма заңдылықтардың физикалық заңдар біздің жаңағы барлық осы табиғатқа байланысты құбылыстарды сипаттайтын физикалық ұғымдарменен шамалар және оларды өзара байланыстыратын физикалық заңдар бар. Енді табиғат, бұл бізбен сіз баршамыз табиғатта жасаймыз ғой, барлық адам, барлық адамзат осы табиғаттың бір мүшесі. Өсімдіктерде, жануарларда, жер, ай, күн, жалпылама аспан әлемі, аспан кеңістігі, осы барлық жұлдыздар табиғатқа жатады. Осы табиғатта үздіксіз процестер, өзгерістер болып жатады. Бұл тоқтамайтын процесс, өзгерістер. Жалпылама біз адам ретінде де туыламыз, ұлғаямыз, жасымыз өзгереді, жылы өзгереді, орта жасқа келеміз, қартаямыз.
тағы әрбір адамның баратын жері бар, о дүниелік болады, дүниеге келеді, о дүниеге кетеді. Бұндай осындай құбылыстар, табиғаттағы барлық құбылыстар, әлемде болатын құбылыстар, сан алуан түрлі өзгерістер, бұлардың барлығы бір-бірімен байланысты. Табиғаттағы құбылыстарды тек қана физика саласы ғана зерттеп қоймайды, физика ғылымы зерттеп қоймайды. Бұл жаратылыстану жаңағы ғылымдар болған, мына биология, химия, география, астрономия ғылымдарда табиғатта болып жататын құбылыстарды зерттейді. Бізде енді физика негізінен механикалық қозғалысты, жылу, электр, жарық құбылыстарын зерттейді. Ал енді кванттық физика болатын болса, бұл кванттық бөлшектердің қозғалысын, кванттық бөлшектердің қозғалыс заңдылықтарын, біздің санамызға бағынбайтұғын тылсым дүниенің барын, жаңағы ондағы ол жердегі жаңағы метафизикалық процестерді, кванттық процестерді, құбылыстарды зерттейді. Жалпылама кванттық физиканы білу үшін дінді жақсы білген абзал. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның ғылымының өзі мынау хадистері, сүндеттерінің жаңағы қасиетті Құран кітапты біз қолға алып бәрін оқып, үйреніп, зерттеген уақытта түп тамыры жаңағы біздің қазіргі замандағы айтып отырған кванттық физиканың заңдылықтарыменен сәйкес келіп тұр. Әлі бірақ бізде кванттық физика жетілген жоқ, толық зерттелген жоқ. Кванттық физика саласы енді басталып, енді қолға алынып, енді даму жолына түсті. Ал Құранда болса, осы кванттық физикада бар. Хадистерден де, сүннеттерден де кейбір жаңағы хадистерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның істеген іс-әрекеттеріне үңіле отырып, мен сол жерлерден де кванттық физиканың заңдылықтарын байқадым. Сондықтан да дінді, Құранды тереңнен үйренген, тереңнен білген адам енді қосымша физиканы зерттесе, физика ғылымын білсе, ондай адамдар кванттық физиканы түсіне алады. Ал енді кванттық физиканы жалпылама, қазір біз 3 өлшемді, 4 өлшемді, 5 өлшемді кеңістік бар деп жатамыз. Сөйтіп айтып жатқан адамдар бар. Қазіргі кезде әлемдік деңгейде кибернетика мен ақпараттық информациялық технология салалары дамып отыр. Ғылым жаңағы ғылым өзі болашақ жайлы пікірді білдіріп қана білдірмейді ғой. Ғылым деген бір белгілі бір нәтижені айтады. Ал енді Құраннан біз, Құранда барлық нәрсе әртүрлі дәрежеде және әртүрлі дәрежеде қасиеттерде, өмір сүру қағидалары мен физикалық заңдылықтар түрінде бар. Түсіндіңіздер ғой, Құранда барлық нәрсені табуға болады. Барлық нәрсенің дәрежесін, қасиетін, өмір сүру қағидасын, физикалық заңдылығын Құраннан табуға болады. Сондықтан да Құран жалпылама біздің жаңағы Құранда физиканы қалай жерінен табамыз десеңіз, жалпылама Құранда ишарат, мынау белгі, қағида, заңдылық, астарлы бір мағына түрде беріледі. Физика және астрономия ғылымыда, кванттық физикада осы ғылым салаларына қатысты мәселелерді, ғылыми ақиқат хабарларда, анықтамаларда, зерттеулерде адамның өмір сүруіне қатысты ашылатын әртүрлі деңгейдегі техникалық құралдарда осы әртүрлі жолдарменен
ишарат, белгі, қағида, заңдылық, астарлық мағына түрінде Құранда бар, Құраннан орын алған. Мысалы, 7 қабат аспан туралы, әлемнің жаратылысы туралы, күннің сәуле шығаратыны туралы, айдың сәуле шығармайтыны туралы, жердің, айдың, күннің, жұлдыздардың белгілі бір тәртіппенен, қозғалыспенен айналатыны туралы, күн менен түннің алмасуы туралы, зымыран менен ұшақтың аспанға ұшуын, гептил жанармайын жаңағы ракета ұшқында қолданылатынын, электромагнит радио толқындарды, адамның жаратылысын, ұсақ бөлшектер туралы, атомдарды, үлкен жарылысты және осындай тағы да астарлы мағынада айтылған заңдылықтарды Құраннан табуға болады. Адам баласының сана сезімі өлшеулі болғандықтан біздің сана сезіміміз өлшеулі. Сондықтан да біз сансыз болмыстың құпия сырларын Алла тағаланың, жаратушының, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жіберген Құран кітабынан ғана таба алғанбыз. Жалпылама біздің сана сезіміміз өлшеулі. Біздің көзіміз белгілі бір деңгейдегі ақпаратты, белгілі бір деңгейдегі, белгілі бір жиілікте, белгілі бір толқын жиілігіндегі информацияны көреді. Ал құлағымыз да солай белгілі бір деңгейдегі толқындарды қабылдайды. Ал адамның рухани көзі ашылған кезде, үшінші көзі ашылған кезде, әрі қарай біздің рухани жүрегіміз, өзіміздің интуициялық 6-шы сезім деп жатады, 6-шы сезіміміз ашылғанда, рухани көзіміз ашылғанда, жалпылама біз айналамыздағы болып жатырған процестерді, табиғатта болып жатырған процестерді толыққанды ұғынып түсіне аламыз. Жалпылама біздің жаңағы қазіргі 20-шы, 21-ші ғасырдан адамдарымыз ғой бізді кванттық теорияға сүйеніп, элементар бөлшектердің қозғалысын сипаттайтын теория жасалды уже 20-шы ғасырда. Осы теорияның негізінде кванттық механика туындады. Соңғы жылдары элементар бөлшектердің де ішкі құрылымы анықталып, табиғаттың жасырын сырлары да ашыла бастады. Табиғаттың ғажайыптарға емес, белгілі бір заңдарға бағынатынын заманымыздың адамдары да түсіне бастады. Енді толыққанды түсінбегенменен жалпылама белгілі бір проценттегі адамдар түсінеді бұны. Тек табиғатты түсіндіре алатын заңдар менен теориялар ғана адамдардың ғылыми дүниетанымына негіз бола алады. Кванттық физиканың заңдылықтары менен әлемнің жаратылысын түсінуге де, түсіндіруге де болатынын біздің ғасырымызда зерттеп, дәлелдеп жатырған болса, ал қасиетті Құран кәрімде бұл ғылым менен техника жоқ кезінде, бұдан 14 ғасыр бұрын, баяғы 600 жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жасаған дәуірінде, сол кезде айтылып, сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға уақи келіп, ақпарат келіп, жаңағы осы қасиетті Құран кәрім жазылған екен. Демек, бізде жаңағы кванттық физиканың жаңағы барлығында кванттық физиканың бар екенінде осы Құраннан біз тауып ала аламыз. Әлемнің үйлесімді, мысалға, жаңағы әлемнің үйлесімділігінің өзінде 7 қабат аспан деп жатамыз. 7 қабат аспан неден тұрады? Әлемнің үйлесімділігі қалай? Мысалы, мына 5 саусақ болатын болса, 5 саусақтың, егер саусақтардың бәрі теңдей болып тұратын болса, адам жұмыс істеу қалай болар еді? Жалпылама әрбір затқа қарап отырсаң, әлемде жаратылысқа қарап отырсаң, мынау жерді ай айналады, жер күнді айналады. Барлығы бұл жаңағы күн жүйесі өзі галактиканы да айналатығын өзінің форматы бар, деңгейі бар. Бұлардың барлығы бір-біріне үйлесімді қылып жаратқанда, Алла тағаланың осындай қылып жаратылған әлеміне қарай отырып, өзің таңғалып қаласың, не істеріңді де білмей қаласың, қалай Аллаға ғашық болып қалғаныңды білмей қаласың ғой.
осыларды оқып, соларды мен түсінген уақытта осы жаңағы өзім физикадан сабақ беріп жүріп 90 жылы қолыма құран алып оқып, соны ұғынып түсінген уақытта жылағанмын. Қалай сонда мына құранға қарсы шығып жүр адамдар? Құранда тұр ғой физиканың барлық ғылымы деп. Жаңағы сол кезеңдерде енді бізге оқушылар басқа планета бар ма? Басқа планеталарда, мысалы, планеталар жүйесі туралы астрономияда сабақ өтеміз ғой. Ол Венерада адам бар ма, Марста адам бар ма, жасай ма, ол жерде қандай болады деген сияқты сұрау қояды. Басқа жұлдыздарда адамдар жасай ма, Алла тағала қайда тұр, Құдай деген қайда тұр деген сияқты сұрақтарды қоятын. Мен енді сол кезеңде физик маманы ретінде Құдай қайда тұр деген сұраққа өзім кішкентай кезінен ізденіс жасап жүргеннен кейін енді Құдай деп сөйлеу ол кезеңдерде жаңағы айтылмайды ғой. Ол енді жаңағы совет заманы, партияның жаңағы коммунистік партия бар заман, жаңағы дін жоқ, жаңа пайғамбардың өтірік, Құран деген ескі кітап ол өтірік деп жүрген кезеңдер ғой енді ол кезеңдер. Сол кезде жаңағы мен бірақ барынша өзімнің білімнің санамның жеткенше түсіндіретінмін, Құдай бар деп. Басқа планеталарда адам жасайды, басқа ғаламшарларда адам жасайды, болашақта қарым-қатынас болады деп түсіндіретінмін. Ал енді негізінде бұл кітапта біздің оқулықтар жазылмаған. Жалпылама пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жаңағы мектеп көрмесе де, университет көрмесе де, оның пайғамбарымыздың ілімі, білімі, ғылымы өте жоғары деңгейде болған. Бүкіл заңдылықтарды, бүкіл ғаламның заңдылықтарын, жер шарындағы заңдылықтарды, әдептілік, мәдениетті сақтау заңдылықтарын, мысалы, бүкіл барлық адам баласына не қажет, барлық қажетті рухани заңдылықтардың барлығын білгетұғын және соны игерген, соны жеткерген адам болып отыр ғой. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүрек көзін, көкірек көзін, жаңағы рухани көзін ашып тастаған ғой, енді Алла тағала ашып қойған. Сондықтан да рухани көзі ашылғандықтан ол кісінің ілімі, білімі, ғылымы өте жоғары деңгейде болған. Сол жоғары деңгейдегі ілімді, білімді, ғылымды жаңағы Жабірейіл періштенің, ол кісіге Алланың сәлемі болсын, періштенің уахи етуіменен, Алла тағаланың тікелей уахи етілуіменен бізге бәрін қорытындылап, бізге өзінің барлық қаймағын, негізгі ілімін, адамзатқа қажетті, ақыр заманға дейінгі қажетті өмір сүру салтымызды, өмір сүру әдебімізді, мәдениетімізді, жаңағы құлшылық ету мәдениетімізді, дұға ету мәдениетімізді, ілім үйрену, білім үйрену, ғылым үйрену керектігін барлығын жарықтық ұстазымыз, ұлы ұстазымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам барлығын бізге қалдырып кеткен, айтып кеткен. Сондықтан да Құранды білген адам көбінесе жаңағы одан әрі білімін жетілдіріп, алға қарай ілгерілеп жүреді. Барынша мәдениетті болуға тырысады, барынша жаңағы рухани білімін деңгейін көтеруге тырысады және көтеріп жүреді. Қазіргі кезде мынау ислам дінін қабылдап жатырған шетелдіктерді бір көріп тыңдап қалсаң, осы біз Құран кітаптың барын білмедік, бізге айтпады. Ислам діні деген бұл жаңағы арабтардың діні деп жүріп едік. Ол қандай дін екен білмедік, террористердің діні деп жүріп едік. Ол ақиқи дін екен деп айтып жатқан, сөйтіп исламды дінін қабылдап жатқан
мұсылмандарымыз көбейіп жатыр, Аллаға сансыз шүкіршілік. Сондай-ақ ғалымдардың арасында да осы кванттық физиканы, астрономияны зерттеп жүрген ғалымдардың арасында да осы ислам дінін қабылдап, осы Құрандағы жаңағы 7 қат аспан туралы, әлемнің үйлесімділігі туралы, жер күнді айналады, ай жерді айналады, күн сәуле шығарады, ай сәуле шығармайды, жаңағы гептил сұйықтығыменен жердің тарту күшін жеңіп ракета ұшады деген аяттарды көрген ғалымдар Құранды жаңағы маңдайына тигізіп, Құранды қолына алып, таубаға келіп, Аллаға құлшылық жасап, ислам дінін қабылдап, Аллаға құлшылық жасап, мұсылман болып жатырғаны бізді қуантады. Сондықтан да әрбір жаңағы саланы өзінің маманы үйреткен абзал. Кванттық физика туралы тақырыпты қозғау үшін оның теориясында терең игеру керек. Теориясын игеріп болғаннан кейін практика жүзінде қолданған, зерттеген тәжірибелері болу керек. Өмірде қолданған жаңағы тәжірибелері болу керек. Жалпылама физик маман ретінде мен айтарым бұл жерде жаңағы Құрандағы киелі сөздердің, аяттардың, дұғалардың физикалық негіздерін, құбылыстарын, мынау әлемдік жүйенің өте дәлдікпенен үйлесімді орналасуының жаңағы өзі таңғажайып зерттеуді талап етіп тұрғандай, біздің кванттық физиканың жаңағы заңдылықтарын, кванттық физиканың табиғатын зерттеу, бақылау, талдау, оны теориялық зерттеудің физикалық әдістерінің нәтижесін көру, анықтау біздің болашақтың жұмысы болып тұр. Жалпылама мынау зерттеушілер ғылыми физикалық әдістерге сүйене отырып, ғылыми физикалық әдістің мәнін, зерттеудің ең тиімді физикалық әдісін талдайды, қолданады. Жаңағы эксперименттік тәжірибелік ғылым болғандықтан физика бақылау әдістерін қолданады, тәжірибелік әдістерді қолданады, теориялық әдістерді қолданады. Физикалық құбылыстарды оның сипаттап, оның мәнін ашып, оның сандық ұғымдарын жаңағы құрайтұғын физикалық шамаларды енгізеді. Физикалық білімнің қандай саласын алсаң да, оған өлшеу енгізіледі, жаңа ғылыми мағына береді. Оған физикалық шамалардың сан мәндерін алу мүмкіндігінің арқасында біз кванттық физиканы зерттей және зерделей аламыз. Қарапайым біз айтатын болсақ, су қалыпты температурада, қалыпты қысымда 100 градус температурада қайнайтын бәріміз білеміз ғой. Ал енді осы температураны өлшей білудің арқасында біз термометрді қолданып өлшеу арқасында білдік. Су 100 градуста қайнайтұғын температурада, 100 градус температурада. Ал физикалық шамаларды біздің сезім мүшелеріміз тікелей қабылдайтұғын, мынау және қабылдай алмайтұғын шамалар да бар ғой. Мысалы, біздің күшті температураны физикалық шамалар, бұлар біз сезім мүшелеріміз арқылы қабылдай аламыз. Жаңағы судың температурасын қолымызбен үндеп, ойбай, су ыстық екен дейміз, немесе мұздай екен дейміз, немесе күшті де солай, күші көп екен, аз екен деп айтып жатамыз. Ал енді біздің физикалық шамалар бар, шамаларымыз бар, біздің сезім мүшелеріміз қабылдай алмайды. Бұлар электр заряды. Электр зарядының қанша ватт, қанша қуаттылығы бар, қанша ампердегі ток күші бар, біз оны бүйтіп қолымызды ұстап сезіп, немесе тілімізбенен сезіп, немесе құлақпен тыңдап, көзбен көріп, өзіміздің сезім мүшелерімізбен оларды біз қабылдай алмаймыз. Сондықтан да жаңағы зерттеудің енді қазіргі заманғы ғылыми әдісінің ашылуы табиғатты танудағы адамның мүмкіндігін кеңейтіп отыр. Кванттық физиканы зерттеуге мүмкіндік беріп отыр.
эксперименттік теориялық әдістердің дамуы арқасында осы кезге дейін жаңа жұмбақ деп келген, жалған деп келген Құран аяттарының құпиялары да табиғатты түсіндіре алатұғын заңдар мен теориялардың негіздеріменен Құран аяттарының дұрыстығы ғылыми техникалық прогрестің нәтижесінде ашылып дәлелденіп жатыр. Нәтижесінде адамдардың ғылыми дүниетанымының қалыптасуына жол ашылып отыр. Яғни табиғат белгілі бір заңдарға бағынатынын, қандай да бір құдіретті күштің бар екенін әрбір саналы адамдар түсіне бастады. Ал бұлардың барлығын біз бұдан 14 ғасыр бұрын Құранда айтылып кеткен. Көрдіңіз бе? Енді 20-шы ғасырда жасалған кванттық теорияға сүйеніп біз біраз шешімді таба алмай жүрген мәселелерде шешімін тауып отыр. Кванттық теория алғаш рет атомның тұрақтылығын, молекулалардың түзілу заңдылықтарын түсіндірді. Элементар бөлшектердің ішкі құрылымы да анықталды. Бүкіл әлемдегі барлық жанды, жансыз денелер осы элементар бөлшектерден құралған болса, онда олардың энергиясы, қуаты бар екені де анықталды. Олай болса, барлық физикалық денелер молекула, атом, ядро, протон, электрон, нейтрон және олардан да кіші болған кванттық бөлшектерден тұрады екен. Осы кванттық бөлшектерді біз білуіміз керек кванттық физиканы туралы сөз қозғау үшін. Ал оны өкінішке орай білмейді, бірақ кванттық физика ондай, кванттық физика бұндай деп сабақ өтіп, жаңағы көзбояушылық жасап отырған бұл дұрыс емес. Ал Құранда әлемнің ұсақ бөлшектерден тұратындығын бізден 14 ғасыр бұрын айтып кетілген ғой енді. Осының өзі Құран бір заманға ғана арналған өлшеулі кітап емес екенін, ол ақыр заманға дейін ұстаздық ететін кітап екенінің дәлелі болып отыр. Ал енді жаңа үлкен жарылыс туралы әңгімені, нұр туралы, сәуле туралы әңгімені бұл жерде бұл сабақта айтпай ақ қояйық. Жалпылама жаңағы кванттық физиканың жаңағы әлем нұрдан тұратынын, жаңағы элементар бөлшектерден тұратынын, қазіргі заманның жаңағы адамдары әрбір дене элементтер жаңағы бөлшектерден тұратынын білсе, жаңағы ең кіші бөлшекті енді біз протон, нейтрон, электронды деп келген болса, енді қазіргі кезеңде ең кіші бөлшектердің, кванттық бөлшектердің бары анықталып отыр. Ол бөлшектердің қасиеті қандай, өмір сүру уақыты қандай, оның қандай құбылыстарға әсер бере алады, қандай болып өзгере алады, қандай жылдамдықпен қозғалады, бұлардың барлығын қазір біздің кванттық физиканы зерттеп жүрген ғалымдарымыз, физиктеріміз зерттеу үстінде. Жақын арада бір қорытынды жұмақтар шығады деп үміттенеміз. Жалпылама кванттық физиканы дамыту керек. Кванттық физиканы заңдылықтарын біз толық түсінсек, қалеген өмірде болып отырған заңдылықтарды түсіне аламыз, тереңнен түсіне аламыз. Кванттық физиканың заңдылықтарын біле отырып, біз денсаулығымызды да жақсартуымызға, өмірімізді де жақсартуымызға, проблемаларды да, әртүрлі проблемаларды шешуімізге де жол ашады. Кванттық физиканың заңдылықтарын біле отырып, біз осы әлемнің барлық заңдылықтарын игере аламыз. Басқа әлемменен байланыс орната аламыз. Сондықтан да жастарға айтпағым, осы кванттық физиканың заңдылықтарын тереңнен үйреніңіздер, зерттеңіздер, зерделеңіздер, оны өз өмірлеріңізде болашақта қолдануға атсалысыңыздар деймін. Ал жалпылама кванттық физикадан сабақ бергіңіз келіп жүрген оқырмандарға айтарым, физика факультетіне сабаққа, физика факультетіне оқуға түсіңіздер, 5 жыл оқыңыздар, физик болып шығыңыздар, одан кейін барып
кванттык физикага көчсеңиздер нур үстүнө нур болот. Сол кезде толук кандуу кванттык физика тууралуу сабакты бере алатыган дарежеге жетесиздер. Ал жалпылама заңдылыкты билмей, физиканын заңдылыгын билмей, кванттык физика тууралуу сөз козгоо, жаңагы өтүрүк нерсени айтуу бул калкты, жаштарды адастыруу, шатастыруу болуп табылат. Сондуктан да ар бирибиз билимге, кылымга, илимге умтулуумуз керек, кумар болуумуз керек, билимдүү болуумуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзү айтып кеткен, билим үйрөнүңүздөр, жаңагы илим үйрөнүңүздөр деп. Исламдын 40 парызынын бири бул билимди үйрөнүү жана оны үйрөтүү. Әрине, билимдүү болуп, оны үйрөтүп жатсаңыздар, нур үстүнө нур. Ал эми өздөрүңүздүн билимиңиз жетпей үйрөтөм десеңиздер, онда сиз жаңагы коомду кери тартып коесуз, адамдардын жаңагы өмүрүнүн кери кетип калууна себепкер болуп каласыз. Ошол үчүн ар бир сабакты өткөн кезде, ар бир убагызды айткан кезде, ар бир жаңагы такырыпты сөз козгон кезде өзүңүздүн билимиңиз жететугун дарежедеги такырыпты таңдаңыз. Кез келген такырыпты таңдай берүүгө шамаңыз жетпейтұғын болса. Ал биздин жаңагы физик маман иретинде осуну зерттеп жүргөндүктөн мен сурак койгон адамга кыскача осулай жооп беремин. Жаңагы акыйкатты ар нерсени билүүчү бул Алла Таала, Алла толук билүүчү, биз үйрөнүүчүмүз, Алланын илимин, билимин үйрөнүшүмүз, Алланын берген өмүрүн сүрүүшүмүз, жалпылама биз адамзат. Сондуктан да накты кванттык физиканын накты, акыйкый, тереңдей зерттеп чыгуу ушун али бир аз убакытты талап этеди. Казыркы биздин техникамыз, биздин казыркы гылымыбыз ол заңдылыктарды, кванттык әлемди зерттейтұғын, жаңағы метафизикалык әлемди, гайып әлемин зерттейтұғын дарежеге әлі жеткен жоқ. Сондуктан да биз алга карай умтула берүүбүз керек. Алга карай умтулган сайын билимди, илимди, кылымды бола берүүбүз керек. Кылымга, илимди, билимди болуп, кылымды болуп, зерттөө жумуштарын көп жүргүзүп, жаңагыдай жаңагы тажрыйбелерди өткөрүп, жаңагы Эйнштейн сыяктуу, Ньютон сыяктуу атактуу галымдар болуу үчүн осундай көп эмгек этүү керек, көптөгөн зерттөө жумуштарын жүргүзүү керек, тажрыйбелер өткөрүү керек, кылымдын, техниканын жетиштиктерин пайдаланып алга карай умтулуу керек. Сол кезде биз баардык гайып әлеминин илимдерин, руханияттын илимдерин жаңагы зерделей алатыгын болобуз, кванттык физиканын заңдылыктары ачылган убакытта. Ал енді акыйкатты билүүчү, ар нерсени билүүчү, толук билүүчү бир Алла. Мен де өзүмдүн физик маман иретинде кыскача билимим менен сиздер менен бөлүшүп отурмун. Кыскача осы суракка жооп бердим. Алдагы убакытта башка да сурактарыңыз болсо